Естелеп биікке бастаған бұл жоба біздің жас қалам. Дәл осы ұранмен 16 қарашада басталған республикалық деңгейдегі онлайн жоба өз мәресіне жетті. Жоба елбасы қорының қолдауымен Жас Конгресс University жетекшілігімен ұйымдастырылған болатын. 4 апта, 4 бағыт, 14 спикер және еліміздің әр нүктесінен 1000-нан аса қатысушы. Күн сайын сағат 19:00-де өз бастауын алатын әр кездесу барлық қатысушыларға естен кетпес эмоция мен уақыт сыйлады. Бірінші апта әлеуметтік медиа бағыты, екінші апта тележурналистика бағыты, үшінші апта баспа және интернет журналистика бағыты, төртінші апта жеке бренд, пиар бағыттарын жан-жақты қамтып, әрбір қатысушының сұрағына жауап берілді. Күн сайын үй тапсырмасы орындалып отырды. Әрбір белсенді қатысушыға қорытынды сабақтан кейін модераторлар әртүрлі сыйлықтар беріп жүрді. Кейде спикерлер сыйлық ретінде өз курстарына тегін жолдама немесе қандай да бір сирек кітап сыйлап жүрді. Кездесуден кейін міндетті түрде қымыз тайым болды. Бұл жерде модераторлар қатысушыларды конференцияға қосып сөйлесетін. Бір қаладан болған қатысушылар кездесіп фотоларын жіберіп тұрды. Жас қалам бір-бірінің қатысушыларын жақындатады деп бекер айтпаған. Сол себепті міне біз ақтөбеліктер болып бүгін жиналып, сұхбат жүргізіп, әрі бір-бірімізбен тез тіл табысып кеткен сияқтымыз. Себебі біз бүгін бір-бірімізді өмірде алғаш рет көріп тұрмыз. Бірақ біз өмірде бірінші көргендей емес, күнделікті дегенде бұрыннан да итадан сияқты, тез тіл табысып сөйлесіп кеттік. Әлі сол тіл табысқанымыздың арқасында біздің сұхбатымыз да өте жоғары деңгейде өтті. Осындай мүмкіндіктер берген үшін, достар берген үшін Жас Қаламға рахмет. Спикерлер тарапынан берілген энергия, мотивацияның арқасында қатысушылар тарапынан да әртүрлі идеялар пайда болды. Мысалы, жобаның ұраны, сонымен қатар Instagram желісінде маскасы пайда болды. Әрбір белсенді өзін көрсете білген қатысушыға сертификат берілді. Сонымен қатар қор басшылығының атынан сыйлыққа елбасы суреті бар жейде, сөмке, әртүрлі аксессуарлар берілді. Сюжетті дайындаған Бағдат Айнгүл.